Бүгінгі видеода сәбіз шырынының пайдалы қасиеттеріне тоқталатын боламыз. Диетологтардың айтуынша, жаңа салынған сәбіз шырыны ерлер, әйелдер және балалар ағзасына ерекше пайдалы қасиеттерге ие. Жеңіл, хош иісі мен нәзік дәмі бар сусынның сыры бай композициясында жатыр. Водоруминдерінің, майда еритін Е, К, Д дәруминдерінің және минералды тұздардың ерекше комбинациясы биологиялық белсенді заттармен, органикалық қышқылдармен, эфир майларымен, талшықтармен және көмірсулардың төмен мөлшерімен толықтырылған. Емдік сусынның негізгі қасиеті бета-каротинге байланысты. Бұл бірегей затты алғаш рет 20 ғасырдың 30 жылдарында австралиялық химик Ричард Кун түбірлік дақылдан, яғни сәбізден бөліп алды. Каротин адам үшін өмірлік маңызы бар А дәруменінің бастапқы материалы болып табылады. Ол дененің барлық метаболикалық процестеріне, оның өсуіне және жасушаның жаңаруына қатысады. Сәбіздің тарихы 4000 жылдан асады. Ежелгі римдіктер мен гректер оны тектілікке лайық нәзіктік деп санады. 16 ғасырда ол еуропалықтардың үстелдерінде пайда болады, ал 100 жылдан кейін ол Ресейде жаулап алады. Сәбіз жаңа маусымға дейін өзіндік қоректік қасиеттерін сақтай алатындығымен, өсірудің қарапайымдылығымен және тұрақты өнімімен жоғары бағаланады. Уақыт өте келе, дәстүрлі медицина жарқыраған тамыр көкөнісін емдік деп танып, оның шырынын емдік мақсатта кеңінен қолдана бастады. Сонымен сәбіз шырынының пайдалы қасиеттеріне тоқталайық. Достар, видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Сәбіз қан қосады деп ата-бабаларымыз сусынның қан аздықты емдейтін қасиетін айтқан. Ол тәбетті жақсартады, күш-жігер береді және жіңішкелікпен тиімді күреседі. Ол көру қабілетіне керемет әсер етеді, түнгі соқырлықты жояды. Бедеу әйелдерге жүкті болуға, ер адамдарға потенциалды қалпына келтіруге, балалардың күшті және сау болып өсуіне көмектеседі. Жастық пен сұлулықты сақтайды, қартаюды болдырмайды. Жергілікті қолданғанда іріңді жаралар мен күйіктерді, ауыз қуысындағы ауырсынуды, бөртпелерді тез жояды. Ғалымдар сәбіз шырынын тамақ ауруымен күресу және суық тиюді тиімді емдеу сияқты қасиеттерін байқады. Ол жүрек бұлшықеттеріне және қан тамырларына пайдалы әсер етеді, сүйектерді нығайтады. Қатерлі ісік жасушаларының өсуін басады және жасушалардың құрылымын және олардың қызметін бұзатын бос радикалдардың пайда болуына жол бермейді. Денені дәрумендермен, минералдармен қанықтырады, иммунитетті нығайтады, ішектің жұмысын қалпына келтіреді, жүйке жүйесін тыныштандырады және ми жасушаларын нәрлендіреді. Бүйрек пен бауырды тазартады және емдейді. Бауыр үшін сәбіз шырыны бауыр үшін маңызды емдік қасиеттерге ие. Сәбіз шырыны токсиндерден тазартады, органдардың тосқауылдық қызметін қалпына келтіреді, сау бауыр жасушаларын бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды және зақымдағандарын қалпына келтіреді. Бауырдағы рак клеткаларының пайда болуы мен өсуін болдырмайды. Онкологияда сәбіз шырынының пайдасы қандай? Ол қатерлі ісік жасушаларының өсуін тежейді және қатерлі ісік қаупін 2 есе азайтады. Зерттеулер көрсеткендей, жаңа салынған сәбіз шырынын үнемі қабылдау қатерлі ісіктерді алып тастағаннан кейін метастаздардың пайда болуына жол бермейді. Сонымен бірге, тері ісігінде жоғары емдік қасиеттерге ие. Балалар диетасындағы бұл табиғи сусынның құнды қасиеттері: иммундық жүйені нығайтады, гемоглобинді арттырады, кальцийдің максималды сіңуіне ықпал етеді, жүйке
және гормондық жүйелерді қалыптастыруға және оларды жақсартуға қатысады. Шырышты қабаттардың денсаулығы мен қорғаныс функцияларын сақтайды. Жасөспірім тері бөртпелерінің көріністерін жояды, көру өткірлігін жақсартады. Сәбіз шырыны балаларға 6 ай толғаннан кейін ғана тағайындалады. Азықтандырудан кейінгі күннің бірінші жартысында ең аз дозада 4-тен 1 шай қасық енгізіледі. Аллергиялық реакциялар болмаған жағдайда су мен 2 есе сұйытылған сусынның мөлшері жылына 60-100 мл дейін біртіндеп артады.